Тартылған сиыр етінен керемет дәмді шұжық дайындаймыз. Ол үшін мен көк базардан 400 теңгеге 1 килограмм сиырдың ішегін сатып алдым. Бірнеше рет жылы сумен тазарттым. Ақырында иіс қоңыз кетіру үшін тұзды суға 1-2 тілім лимон сап жарты сағат жібітіп қойдым. Содан соң тағы бір рет салқын сумен жудым да іші сыртына қаратып айналдырдым. Сиырдың етіне құйрық май, пияз, сарымсақ яғни чеснокты майдалаймыз. Ұнтақталған қара және қызыл бұрыш қосамыз, тұздаймыз. Ысталған дәм шығу үшін ысталған паприка мен сұйық түтін қосамыз. Соңында сұйық май құямыз, дұрыстап араластырамыз. Аздап су мен сүтті араластыра отырып шекке сала бастаймыз. Шектің бір ұшы мықты жіппен байланып, екінші ұшына фарш тығамыз. Бутылканың баклажкасының басын кәдеге жаратсаңыз болады, кейін жіппен араларын байлап шығамыз. Тіс шұқығышпен тесеміз. Мантаваркада 1,5 сағат пісіреміз. Кейін гриль табағыңыз болса, терісін жыртып алмай аздап қуырып алсаңыз болады. Тауық шұжығы және әсіптен сет ассорти жасап ұсынсаңыз, дастарханыңыз жайнап кетеді. Ет асқанда шұжықты 1,5 сағат қалғанда қосып жіберіп алсаңыз, тіпті дәмді болады. Астарыңыз дәмді болсын, қазағым.